Жұлдыздарға қара байқауының бірінші айналымын 4 мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер жеңіп алып, қайтарымсыз грантқа ие болды. Конкурстың өтуіне банктердің бірі қаржылай қолдау көрсетсе, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры мен Құс жолы қайырымдылық қоры қатысушылармен жұмыс атқарды. Жұлдыздарға қара конкурстық жобасы облыс төңірегінде 3-ші жыл іске асуда. Осы уақыт аралығында мүмкіндігі шектеулі кәсіпкерлерден түскен 30-дан астам өтінім қарастырылған. Олардың 13-і қайтарымсыз грантқа қол жеткізіпті. Жеңімпаздар үшін грант сомасы 300 мың теңгеге дейін жоғарылаған. Биыл түскен 6 өтініштің арасынан комиссия мүшелері 4-еуін таңдап алды. Жолы болғандардың қатарында Есіл ауданы Өрнек ауылының тұрғыны, екінші топтағы мүгедек Айсұлу Есіманова да бар. Ол іс тігумен айналысады. Қолөнермен айналысам. Қолөнеріндегі құрақ көрпе, қоржын, ұлттық киімдер, сол ұлттық киімдерді нақышына келтіріп тігіп, соны артымыздағы ұрпақтарға қалдыру мақсатымыз. Енді кішкентай мастерскойым болғанда жалғыз бака өзім істеп жүрмін. Одан ары қарай дамытып, шамамыз есебіне беріп атқан спонсорларымызға рахмет. Олар 201 мыңның швейный машинкасын беріп отыр. Байқау жеңімпаздары гранттан бөлінген қаражат арқасында өз істерін одан әрі кеңейтіп, қажетті қондырғыларын сатып алуда. Я устанавливаю кофемашины. Мен емханаларда, басқа да мекемелерде кофе машиналарын орнатамын. Ісімді кеңейту үшін осы байқауға қатыстым. Нәтижесінде грант ұтып алдым. Оның арқасында маған машинка мен қажетті материалдарды орнатып берді. Бизнес идеялар Петропавл қаласындағы даму қорының кәсіпкерлерге қызмет көрсететін орталығында қабылданған. Бұл жерде мүмкіндігі шектеулі жандар бизнестің мемлекеттік қолдауы мен кәсіпкерлік қызмет туралы кеңес ала алады. Фариза Жазитова, Ләззат Салықова, Қуаныш Қазбеков, Ақпарат.